Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы базарлық. Сабақтың мақсаты кімнен сұрағына жауап беруге үйрену. Қазақтың ұлттық тағам түрлерімен танысу. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздерді сөздікке жазып алайық. Ірімшік, қаймақ, құрт, тақия, табу, сәнді, ұмытпа. Сен білесің бе? Базарлық дегеніміз алыс сапарға шыққан адамның үйіне, көршілеріне, балаларға әкелетін сыйлығы. Есте сақтайық, кімнен сұрағын қойған кезде, егер сөздің соңғы дыбысы м, н, ң, с дыбысына аяқталған болса, нан, нен жалғаулар жалғанады. Мысалы, Айжан нан, Әсем нен. Егер сөздің соңғы дыбысы а, е, ю, я, ж, з, и, қысқа и, л, р, у дыбыстарына аяқталатын болса, дан, ден жалғаулары жалғанады. Мысалы, Айнұр дан, әже ден. Егер сөздің соңғы дыбысы б, в, г, д, к, қ, п, с, т, ф, х, ш, ш, щ дыбыстарына аяқталатын болса, тан, тен жалғаулар жалғанады. Мысалы, Марат тан, Есет тен. 85-ші бет, екінші тапсырма. Мәтінді оқып, көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып оқы. Нұрәлі мен Кемел ата әжесі көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны жалғап жазамыз. Нан, нен, мол базарлық алып келді. Атам тиісті қосымшаны жалғап жазамыз. Сыйға домбыра алдым. Қараңыз деп мақтанды Кемел. Менің әжем нан, нен қосымшаларының біреуін көп нүктенің орнына жалғап жазамыз. Сыйға алған тақиям қалай? Өте сәнді ме? Деп мақтанды Нұрәлі. Бізге ештеңе жоқ па? Деп сұрады анасы. Балалар дан немесе ден қосымшасын жалғап жазамыз. Әжем нан немесе нен қосымшасын жалғап жазамыз. Сізге базарлық бар. Қоржыннан алыңыз. Оларды қала, дан немесе ден қосымшасын жалғап жазамыз. Табу қиын. Мінекей, айран, ірімшік, құрт, қаймақ, бауырсақ деді Кемел қуанып. Әке, сіз торсық, тан немесе тен қосымшасын жалғап жазамыз. Қымыз құйып ішіңіз, деді Нұрәлі. Ата-аналары балаларына риза болды. Балаларым, сендерге көп рахмет, бақытты болыңдар деп алғыс айтты әкелері. Балаларым жалғау қосымшаны жалғап жазамыз. Айналдым. Мұндай балаларды әлем жалғау қосымшаны жалғап жазамыз. Таппайсың, деді аналары. 85-ші бет, 3-ші тапсырма. Мәтінді қайтадан түсініп оқы. Сұрақтарға жауап бер. 1-ші, Кемел мен Нұрәлі қайдан келді? 2-ші, балалар сыйлық пен базарлықты кімнен алды? 3-ші, Кемел атасынан не алды? 4-ші, Нұрәлі әжесінен не алды? 5-ші, қоржыннан қандай тамақтар шығарылды? 6-ші, әкесі қымызды неден құйып ішті? Дескриптор кестесінен назар аударайық. Мәтінді оқиды, түсінеді, 1 балл. Сұрақтарға жауап береді, 2 балл. Сөздерге жалғауларды жалғайды, 2 балл. Жалғауларды белгілейді, 1 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды, 1 балл. 86-ші бет, 6-ші тапсырма. Үлгі. Мен қаладан келдім, қайдан? Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Мен қаладан келдім. Қандай сұрақ қоямыз? Қайдан?
Анамнан сәлемдеме алдым. Қымыздан құйып іштім. Қоржыннан құрт пен ірімшік алыңыз. Сүтті құмырадан құйып ішіңіз. Айраннан құрт жасайды. Қаймақтан май жасайды. Қоржынды матадан тігеді. Сүттен ірімшік, қаймақ, құрт жасайды. Атадан сыйлық алдым. Ұннан бауырсақ пісірдім. Кімнен, неден, қайдан сұрақтарын қойып жазамыз. Дескриптор кестесі. Сөйлемдерді көшіріп жазады 1 балл. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қояды 3 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.